Ата-анам арқасы ерім, тілекшім қамқорым менің. Бір Ne istеп отырсыз? Балам, мәсі тігіп отырмын. Мәсі деген не? Мәсі деген бұл қазақтың жылы әрі адамның аяғына ыңғайлы жеңіл аяқ киімі ғой. Бұның сыртынан кебісі болады. Маған да үйретіңізші. Ой, айналайын балам, келе ғой, үйрете қояйын. Алдыменен, міне адамның табанын бірінші өлшеп, пішіп аласың. Онан кейін сол табанға қонышын келістіріп, бірге ыңғайлап тігесің. Мен қазір міне қонышын тігіп жатырмын балам. Жұмыс қиын екен. Әр кәсіптің өзінің қиыншылығы бар балам. Оңай кәсіп жоқ. Бірақ сол кәсіпті үйренгеннен соң оның хас шебері болу керек. Әрбір адам өзінің мамандығының шебері болса, онда барлық ісіміз алға басады деп ойлаймын балам. Міне сенің мәсің дайын болды. Кәні аяғыңда келе қой. Бәрекелді, жақсылап киіп ал мінекей аяғыңа. Қалай, аяғыңа жақсы тұрды ма? Сыйымды тұр ма? Бәрекелді. Рахмет әке. Мінекей игілігіне киіп аяғың жылы жүрсін. Енді бұның сыртынан, мәсінің сыртынан кебісін киеді. Сенге тақпақ айт берейін. Ой, кәні айта қой. Шебер менің әкесім, анам болса өнерлі, екеуіңден үлгі ап, еңбек қор өседі. Ой, бәрекелді, өркенің өссін балам. аман жүрсін бауырыма.